Достар, сәлеметсіздерме? Бүгін сіздермен бірге заманиха аджикасын дайындайтын боламыз. Бұл өте дәмді, тәбетіңізді ашатын, ет тағамдарымен жақсы үйлесетін аджика. Бірнеше жыл бойы өзім дайындап жүрген аджиканың рецептімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Бізге керегі 3 килограмм қызанақ, 1 килограмм тәтті бұрыш, уксус 9%, май 300 мг, қант, тұз, ащы бұрыш өздеріңізге керегінше саласыздар. Сарымсақты да қанша керек сонша салуға болады. 3 килограммға 250 грамм чеснок керек. Достар, заманихамыз сулы болып тұрмас үшін бір ас қасық тұзды сеуіп араластырып қоямыз, сонда суы шығады. Сосын тартқыштан өткіземіз. Сонда қою жақсы болып шығады. 10 минут қойып қойсаңыз жеткілікті. Осылай араластырып, тұзын. Сонда суы шығады. Достар, қызанақтан осынша су шықты, 1 литрдай. Енді ет тартқыштан өткізе беруге болады. Достар, ет тартқыштан өткізілген жемістерді кастрюльге құйып қайнатамыз. Көбігін алып отырамыз. Жарты сағат қайнау керек. Аджикамыз қайнап жатыр. 10 минут қайнады. Енді 10 минуттан кейін тұз, қант, сірке суын құйып банкаларға құямыз. Сәл отын азайтып қоямыз, қатты қайнап кетпес үшін. Су әлі шығып жатса, мынандай сүзгіш алып, осылай ұстап тұрсаңыз, суы шығады. Үлкен сүзгіш болса жақсы алынады. Менікі кішкентай болып тұр. Аджикамыз қайнап болды. Енді 2 немесе 3 ас қасық дәміне қарай көресіздер. Біреу 2 ас қасық араластырып дәмін көресіздер. 3-4 ас қасық қант саласыздар керегінше. Керек болмаса салмай қойсаңыздар да болады. Сосын 9%-дық сірке суынан 2 ас қасық құямыз. 1, 2 араластырып көреміз. 1 стакан өсімдік майын құямыз. Араластырып, тағы да тұзын салсаңыз қанттың дәмін көріп, біраз қайнағаннан кейін 5 минуттай банкаларыңызға құя беруге болады. Аджикамыз дайын болды. Енді банкаларға құямыз, стерилизованный. Достар, менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, маған қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.